Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы морфологияны оқыту әдістемесі. Біз бүгін лекцияда мектепте грамматиканы оқытудың мақсаты мен міндеттері, мектепте оқытылатын грамматикалық ұғымдар жүйесі мен оларды меңгерту әдістерінің жүйесі, мектепте морфологияны оқытудың жалпы білім берудегі практикалық маңызы, морфологияны оқытудың ұстанымдары және негізгі морфологиялық ұғымдар жүйесі туралы мәлімет алатын боламыз. Грамматика сабақтарының мазмұны морфология, синтаксис бойынша негізгі мағлұматтардың ғылым негіздерінің жиынтығы болады. Бұл мағлұматтар қазақ тілдерінің грамматикалық құрылысы туралы толық түсінік береді. Грамматикадан берілетін білім мектеп бағдарламасымен белгіленеді. Тілде оның ішінде оқушылардың ана тілін оқыту барысында балалардың сөйлеу дағдысын дамытуға көп көңіл бөлу керек пе? Болмаса қалай дұрыс сөйлеу қажеттігі туралы ғылыми ұғымдар немесе грамматиканы меңгеруге көп назар аудару қажет пе деген мәселенің айналасындағы бір-біріне кереғар пікірлер бұрынғы кеңес мектебінің 70 жылдан астам тарихының өн бойында үнемі жалғасып келді. Мәселен, 20-шы жылдары грамматиканы арнайы оқытудың қажеті жоқ. Ол сөйлеу барысында оқушылардың өздері-ақ үйренеді деген көзқарас үстем болса, 30-шы жылдардың бас кезінен бастап кеңес мектептерінде оқушыларға сөйлеу, жазу дағдыларын үйрету, тілдің лексикалық, фонетикалық, морфологиялық, синтаксистік жүйелерін меңгертумен қатар жүргізіле бастады. Ал 50-ші жылдары оқушылардың сөйлеу және жазу дағдыларындағы олқылықтар сөздердің лексикалық мағыналарын үйретуге аз көңіл бөлгендігінен деп табылды. Осы орайда 60-шы жылдары бастауыш мектептерде берілетін білім мазмұны мен оқыту әдістерін жаңарту жұмысын іске асыруға алып келді. Мектептерде тілді оқыту барысы мынадай мәселелерді қамтиды. Бірінші, оқуға үйрету. Екінші, сөздік қорын, стилистикалық дәлдігін, мазмұндылықты, логикалық жүйелікті қамтитын оқушылардың байланыстырып сөйлеуін дамыту. Үшінші, фонетиканы, сөз құрамын және грамматиканы, оның ішінде морфология мен синтаксисті меңгерту және соңғы грамматикалық пунктуациялық дағдыларды қалыптастыру, яғни сауатты жазу дағдыларын үйрету. Жаңа бағдарлама бойынша осы аталған мәселелердің арасында тығыз байланыс орнату қажет деп табылды. Бұрын балалардың орфографиялық дағдысын қалыптастыру, грамматикалық ұғымдарды меңгертуге байланыстырып сөйлеуді дамытуға бағытталған жұмыстармен байланыссыз жүргізілсе, немесе грамматикалық ұғымдарды меңгерту тілдің лексикалық және синтаксистік жүйесін оқытумен ұштастырылмаса, енді мұның бәрін бір мақсатқа, оқушылардың өз бойларын мазмұнды, грамматикалық тұрғыдан сауатты, стильдік жағын ойын дәл бейнелеп айта және жаза білу дағдыларын қалыптастыруға бағындыру қажет болды. Бұл тұста орыс ғалымдары Богоявленскийдің, Жуйковтың, Рождественскийдің, Шашкованың және тағы басқа мектеп оқушыларына грамматикалық ұғымдарды беру негізінде олардың дұрыс сөйлеу әрі жазу дағдыларын қалыптастыру мәселелерін қарастырған құнды зерттеулері болғаны белгілі. 60-70 жылдары мектепте қазақ тілін оқыту әдістемесін жетілдіру мәселелерін қарастырған әдіскер ғалымдар да, мысалы, Мәулен Балақаев, Рақыш Әміров, Рахметова, Әуелбаев, Асқарбаева, Байқуатова тағы басқа өз еңбектерінде оқушылардың дұрыс сөйлеу және жазу дағдыларын қалыптастыру мен оларға грамматикалық ұғымдар беру жұмыстарының тиімді үйлесімін табу, оңайлы әдіс тәсілдерін жүйесін қолдану мәселелері әртүрлі ыңғайда қарастырылды. Алайда бұл мәселелер 80-ші жылдардың аяқ кезіндегі балаларды 6 жастан бастап оқытуға көшкен 4 жылдық бастауыш сыныптарында өз шешімін әлі толық тапқан жоқ деуге болады. Біздің қазіргі жаңартылған бағдарлама бойынша оқып жатқан мектепте де жүргізілген бақылауларымыздың қорытындысы мынаны көрсетті. Оқу бағдарламасында берілетін білім мазмұнын әдістемелік психофизиологиялық тұрғыдан негізделгеніне қарамастан, мектеп оқушыларының бәрі бірдей тиісті дағдыларды меңгере алмаған. Олардың бәрі бірдей өз ойын грамматикалық тұрғыдан сауатты бейнелеп, айтып немесе жазып бере алмайды. Әсіресе қазақ тілінің морфологиялық жүйесінен берілетін ұғымдарды өз тарапынан іс жүзінде қолдана алмайды.
Грамматиканы оқытуда басты назарды зат есімді оқытуға аударған жөн. Себебі мектепте зат есімді басқа сөз таптарымен байланыстыра оқытады. Мектепте оқушылар қазақ тілінің грамматикалық құрылысымен морфология және синтаксиспен сипаттамалы түрде танысады. Сөздердің түрленуі, сөз тіркестері мен сөздердің сөйлемде қолданылуы жайында негізгі грамматикалық ережелерді үйренеді. Мектепте грамматиканы оқытуға байланысты төмендегідей ұстанымдар мен жағдайларды қамтамасыз ету керек. Бірінші, тұлға мен мазмұн бірлігі. Бұл ұстаным тілдік құбылыстарды бір жақты талдауға жол бермейді. Екінші, грамматикалық ұғымдардың біртіндеп қалыптасуы. Яғни бірінші грамматикалық мағына, грамматикалық форма, грамматикалық категория деген ұғымдарды бірінен кейін бірін түсіндіру. Мектепте оқытылатын пән атауларының бәрі тіл арқылы түсіндіріледі. Сондықтан қазақ тілінен теориялық білім берудің нәтижесінде оқушылардың ой өрісін, дүние танымын қалыптастырып, сөйлеу, жазу тілін дамыту іске асырылады. Тіл білімі салаларының ішінде морфологияның да оқушының тілдік қабілетін арттыруда өзіндік рөлі бар. Себебі морфологиялық ұғымдарды жан-жақты меңгермеген оқушы сауатты жазу, дұрыс сөйлеу дағдыларын қалыптастыра алмайды. Морфологияны оқыту арқылы оқушыға сөздердің грамматикалық мағынасы, сөз таптардың өзара байланыстылығының мәні түсіндіріледі. Сөз таптарының ерекшеліктері, сөз табына жататын сөздердің сөйлемдегі қызметі өмірмен байланыстырылады. Көптік, тәуелдік, септік жалғауларды қолдануда стильдік нормаларды жете білдіру көзделеді. Демек, оқушы морфологияны оқыту арқылы оқушыға сөздердің грамматикалық мағынасы, сөз таптардың өзара байланыстылығының мәні түсіндіріледі. Сөз таптарының ерекшеліктері, сөз табына жататын сөздердің сөйлемдегі қызметі өмірмен байланыстырылады. Мұғалім құрғақ ережені оқушыға жаттатудың зиян екенін естен шығармау керек. Жаттанды нәрсенің көпке бармай тез ұмытылып қалатыны әсте анық. Оқушының сөз таптарының қызметі, олардың орын тәртібі, түрленуі мен өзгеруі туралы жүйелі білім алуы шарт. Сабақта айтылған материалдың барлығы оқушының есінде түгел қалмаса да, оның ішінен ең негізгісі оқушының есінде қалдыруға қол жеткізу керек. Мысалы, оқушылар арасында зат есім туралы толық мағлұмат алғандары жиі ұшырасады. Нақтылы зат атаулар қалам, қағаз, дәптер, орындық, тағы басқа зат есімі екенін біледі. Ал адамның ойлау қабілеті арқылы топшылаумен түсінетін заттық ұғымдардың атауы абстракты зат есімдерді ақыл, ой, сана, қуаныш, реніш, уайым, қайғы, тағы басқа, яғни көзбен көріп, қолмен ұстауға келмейтін жалпыланған зат есімдерге келгенде оқушы тосылып қалады. Осы жағын нақты мысалдар арқылы түсіндіру қажет.